бір бөлім. Диана балконның темір жақтауына сүйеніп, төменде қақпа алдында машинасын жуып жатқан жүргізуші жігітке көз алмай қарады. Өзінің кеудесінде құштарлық оты қайта тұтанғанын сезіп тұр. Ендеше, қашанғы өзімен тең байдың тентек ұлына қарап жүре берсін. Ол жігіттің қылығы баладай, сәнді киінсе де, мінезі маған бәрі бола береді деген қыңырлықтан аспайтын. Үйленем деп жүрген жігітіне, сен бала сияқтысың деп талай рет айтса да, ол сырғаны құлағына да ілмейтін. Ақыр соңында шыдамай, оның қыңыр мінезінен жалығып, ат құйрығын кесті. Енді, міне, алдыңғы қатарда ешқандай байлықсыз қарапайым жүргізуші жігіт тұр. Құмырсқа сияқты бір тынбайды, өзі сондай ұяң сияқты ма? Әйтеуір, кедей болса да, ер жігіт сияқты салмақты деп іште топшылады. Оның қолы май мен судан қара қошқылданып кеткеніне мән бермей, жанын салып жұмыс істеп жатыр. Бір кезде жігіт оған көзінің қиығымен қарағанда, екеуі бір сәтке көз түйістіріп қалды. Диана ұялған түр жасап, керемет ханшайым кейпіне енді. Сол сәтте жігіттің қолынан шүберегі сусып түсіп кетіп, балкондағы қызға қарап сәл аңырып қалды. Кенет Диана еркелікпен: «Есіңде болсын, сен бүгін кешке жұмыстан кейін мені серуенге апарасың», деді балконнан басын еңкейтіп. Жігіт аң-таң болып: «Бірақ менің көлігім емес қой бұл» деп күмілжіді. Диана әдеттегі байлықтың еркесі емес екенін дәлелдегісі келгендей, аса пысықтықпен: «Мен үшін бәрі сенің көлігіңдей. Әрі бір серуенді кімге болса да сені тапсыра алмаймын ғой» деп жеңіл ғана күліп жіберді. Жалғасы бар. 2 бөлім. Диана балконнан қайта жүргізуші жігіт бүркітке қарай берді. Ол жұп-жұмыр қолдарымен капоттың бетін сүртіп, жаңағы жұмысқа қатты беріліп кеткендей. Диана оның шымыр денесін, сүйкімді жүзін көріп, қалың қастарына көз тоқтатты. Бүркіттің осындай бір қарапайым әрі салмақты болмысы оны тіпті өзіне баурай түсетіндей. Қыздың әке-шешесі оны үнемі еркелетіп, еш шектеу қоймайтыны Диананың өміріне еркіндік берген. Өз қалағанын істеп, қалаған адаммен араласатын. Бірақ ешкім оған дәл осы жігіттей әсер еткен емес еді. Бүркіттің спорттық жетістіктерін біліп алғаннан кейін, қызығушылығы одан әрі арта түсті. Қара белбеуі бар екен, өзі сондай шымыр, нағыз қорғаушың болса ғой деп іштей ойлап қойды. Диана сәл ойланып тұрды да, қасына баруға бел буды. Балконнан түсіп, аулаға қарай беттеді. Бүркіт оның жақындап қалғанын байқаса да, сыни көзқарасымен байсалды қалпын бұзбай, қолындағы шүберегін қапыда ұстап тұрды. Диана оның қасына жақындап келіп: «Сен жаңадан келдің ғой, иә?» деді аса бір қызыққыш кейіппен. Бүркіт басын изеп, сыпайылықпен: «Иә, солай. Қызметіме кірістім» деді. Диана күлімсіреп: «Қызметіңді жақсы бастайды екенсің. Қара белбеуің бар дейді ғой, шынымен де мықтысың ба?» деп көзін сығырайта сұрады. Бүркіт қысылып қалды да: «Бұл мен үшін тек хобби ғана», деп жауап берді. Диана оның қарапайымдылығы мен сыпайылығын ерекше бағалап, оған тағы бірнеше сұрақ қоя бастады. Екеуі сол сәттен бастап ұзақ әңгімеге кіріп кетті. Қыздың ішкі дүниесінде бүркітке деген ерекше сезім одан сайын жана түсті. Жалғасы бар. 3 бөлім. Диананың күткен кеші де батты. Бүркіт екеуі көлікпен көшеге шығып, сол күні екеуінің еріндері табысты. Бүркітте осал жігіт емес. Қыздың не қалап тұрғанын бірден сезді. Сол күннен соң екеуінің жұбы жазылмады. Диана шетелде оқитын. Оқуға кететін күні жақындап, әкесіне жүргізуші бүркітті шетелге алып кеткесі келетінін жеткізді. Әкесі ешқандай қарсылық білдірмей, бүркітке дереу виза жасатып, қызымен бір пәтерде тұру керектігін, қорғау керектігін айтып шығарып салды. Диана мен бүркітке Нью-Йорктың көше шамдары, биік ғимараттары да махаббаттың ерекше атмосферасын сыйлап, екеуін өз әлеміне еліктіріп әкеткендей болды. Диана қолына мығым әрі нәзік жанның қолын ұстап, қаланың түнгі шамдары астында серуендеген сәтте жүрегі бір басқа лүпілдейтін. Ал бүркіт үшін Диананың әрбір күлкісі, оның еркелігі бар әлемнен артық. Екі ғашық Нью-Йоркте 4 жыл бойы бірге тұрды. Бүркіт бұл жақта тіл білмегендіктен үнемі үйде қарауыл ит секілді өмір сүрді. Ыдыс жуу, тамақ істеу, кір жуу әйелдің барлық жұмысын атқарды. Бүркіт соңғы кезде ерке қыздың қылығынан әбден шаршаса да білдіртпеуге тырысты.
Өйткені Қазақстанға оралғанда Дианаға үйленсе, қайын атасы бір бизнес орталығын Бүркітке бермекші. Жалғасы бар. 4 бөлім. Елге оралған екі ғашық баяғыда емес еді. Бірақ Бүркіт бар күшін салып, Дианаға өзін өлердей сүйетін қылып көрсетті. Ерке қыз бұл махаббаттан жалыға бастағанын сезді. Оған енді бәрі баяғыдай қызық емес. Көп ұзамай Диана суық үнмен: "Арамыздағы сезім сөнді. Сен маған 4 жыл уақыт арнадың. Соның өтемі ретінде қанша сұрайсың? Қалаған сомаңды жазып бер, мен жіберемін", деді. Бүркіттің жүрегі сыздап кетті. Бұл сөздер жанын жаралап, жүрегін сындыра жаздады. Бірақ онысын білдірмей, өз-өзіне келуге тырысты. Үнсіз төмен қарап, қолындағы жүзігін сипап, ақырын ғана сөйледі: "Диана, ақша маған ешқашан қажет болған емес. Мен сенің күлкің үшін, сол күлімдеген жанарың үшін бәріне шыдадым. Сенің жанымда өткізген әр күнімді бақытқа баладым", деді дауысы дірілдеп. "Жарайды, сен өз жолыңмен кете бер. Мен саған қарыздар болмаймын", деп Диана көзін тайдырып әкетті. Бірақ ішінде бір ауыр өкініш оянғандай, бұл сезімді өзі де түсіне алмады. Бүркіт аз кем үнсіз тұрып, жанарынан бір тамшы жас ағып, әрең сөзін жалғады: "Мені бақытты еткен сәттерің үшін, жүрегімді мәңгі жаралағаның үшін рахмет, Диана. Сенсіз мен үшін бәрі бос. Бірақ сенің армандарыңа кедергі болғым келмейді. Бақытты бол, тек бақытты бол", деп Диананың жүзіне қарап, маңдайынан сүйіп, мәңгілікке қоштасқандай алыстап кете барды. Диана сол сәтте оның қаншалықты шынайы сүйгенін, оның сезімін түсінгендей болды. Бірақ артынан жүгіріп, оны тоқтатуға батылы жетпеді. Есіктің сыртында жоғалып бара жатқан Бүркіттің бейнесін көзімен ұзатып, сол жерде қатып қалды. Жалғасы бар. 5 бөлім. Диана Бүркітті ұмыту үшін өзін өзгеше әлемге батыруға бел буды. Түнгі клубтардың жарығы, музыкамен таныс емес адамдар оның жүрегіндегі ауырлықты басады деп үміттенді. Кеш бойы оны басқа әлемге алып кетердей көрінген жаңа жігітпен танысты. Ол жігіт жылы жүзді, әзілқой еді, бірақ Диана бір күліп қарағанмен, жан дүниесінде Бүркіттің бейнесімен оның көзқарасын іздеумен болды. Біраз уақыттан соң өз-өзін алдағанын сезіп, жаңа танысын да үнсіз тастап, клубтан шығып кетті. Ал сол уақытта Бүркіттің жанында бәрі мүлдем басқаша. Диананың сөздері оны іштен қажатып, үмітсіздікке әкеле бастады. Ол байлық үшін сүйіктісін қайтару үшін ақырғы амалын жасады. Бүркіт өзін соқыр үмітке байлап, шетке кетіп, есін жоғалтқандай күй танытып, өзіне қол жұмсаған сыңаймен ауруханаға түсті. Оның бар ойы Диананың көңілін босатып, оны қайта жанына шақыру еді. Диана бұл хабарды естігенде, жүрегі дүрсілдеп, өмірінде бірінші рет шынымен шошыды. Ол тез арада ауруханаға жетіп, Бүркіттің ес-түссіз жатқан түрін көргенде көздеріне жас алды. Кінәсін сезіп, үнсіз оның қолын қысып, ыстық жанармен қарады. Сонда барып жүрегінде бұл сезімнің әлі сөнбегенін ұқты. Жалғасы бар. 6 бөлім. Бүркіттің шағын қойылымы өз жемісін берді. Диана бұрынғы сезімін қайта жаңғыртып, оны кешіріп қана қоймай, бірге өмір сүріп, некелерін қидырып та үлгерді. Бірақ бәрі армандағандай болмады. Үлкен той жасап, ел жұртты жинап, тойлатады деп күткен Бүркіт өзінің де, Диананың да армандарын орындамай, көлеңкеде қалды. Екеуі бірге тұрғанымен, Диана Бүркіттің үйіне де, туғандарына да жақындамады. Бүркіт болса, Диананың бай отбасына еніп, күшік күйеу атанды. Диананың ата-анасы да оған үлкен сенім артып, Бүркітке бірқатар бизнесті басқаруға тапсырды. Ол күндіз-түні сол істі өрге сүйреп, жұмыс басты болды. Жұмыстан бас көтермей, отбасының ортасында емес, қызметтің қолына айналды. Диана мен арасындағы сезім бірте-бірте суый бастады. Олар бір шаңырақ астында тұрып, бір-біріне алшақ адамдарға айналғанда еді. Арада 5 жыл өтті. Диана ана болуға қанша ұмтылса да, сол бақытқа жете алмады. Бірнеше рет бойына бала біткен, бірақ әр жолы қуанышы ұзаққа созылмай, не түсік тастап, не туғаннан кейін сәбиден айырылып қалып отырды. Бұл қайғылар оның жүрегін қажытып, өмірге деген үмітін сөндіре түсті. Диана өзі жалғыз қалғандай сезінді. Бүркіттің күнделікті жұмысы, отбасынан алыстап, тек ісімен ғана айналысуы оның жанын ауыртты. Ешқашан бұрынғыдай бақытты отбасы құру арманына жете алмаған Диана, іштей шерлі, жалғыздықтың тұтқынында қалғандай күйге түскен.
әрі 5 жылда көтерген туған баласынан айырылғаны Диананы әбден күйзеліске түсірді. Жалғасы бар. 7 бөлім. Арада жылдар өткенде Бүркіт бұрынғы әлсіз жігіттен мүлде өзгеше адамға айналды. Атасының қасында жүріп, бизнестің барлық қыр-сырын меңгерді, оның сеніміне кіріп, үлкен жауапкершілік арқалайтын тұлға болды. Атасы кенеттен жол апатына ұшыраған күні, оның барлық өкілеттігі Бүркітке өткенін ешкім білмеген еді. Бүркіт енді бизнестің толық қожайыны болды. Билікке ие болған сайын оның мінезі өзгеріп, ерік-жігері күшейді. Бұрынғыдай тыныш, тіл алғыш күйеу емес, өз дегенін орындатуға ұмтылатын, қатал адамға айналды. Жұмысына берілгені соншалық, Дианамен қарым-қатынасы салқындап, оны көбіне жалғыздыққа қалдырды. Диананың денсаулығы мен күйзеліске толы өмірі оның әлі де жүрегінде салмақ болып тұрды. Балаларынан айырылғаннан кейінгі психологиялық қиындықтар оған күннен күнге ауыр тиіп, жұбайына деген наразылығы күшейді. Бүркіт енді Диананың көңіл күйіне, саулығына назар аударуды қойған еді. Бір күні ол Диананың мінез құлқы мен ішкі жанайқайын психологиялық ауру деп танып, оны мәжбүрлі түрде психиатриялық емханаға жатқызуға шешім қабылдады. Бұрынғы сүйікті жарының тағдыры оған енді аса маңызды болмай қалғандай. Оның бұл әрекеті Диананың анасын қатты күйзеліске түсірді. Ол қыз үшін жалынып, Бүркіттің алдына келіп, Диананы босатуын сұрады. Бірақ бұдан түк шықпады. Баяғы тіл алғыш, жұмсақ Бүркіттің орнында енді салқын қанды, өз дегенін ғана дұрыс санайтын қатал адам тұр. Диананың анасы қызын құтқара алмай көзіне жас алып, шарасыз күйде қалды. Енді бүкіл жағдайдың тізгіні тек Бүркіттің қолында. Жалғасы бар. Соңы. Диананың тағдыры мен анасының өмірі ауыр қасіретке толы болды. Бүркіттің билікке мастанып, тас жүрекке айналған сәтінен бастап, бәрі өзгерді. Ол Диананың анасын үйінен қуып, өз отбасын сол үйге кіргізді. Жаңа өмір бастап, жұмысындағы хатшысын тоқал етіп алды. Өмірге деген үміті үзілген Диананың анасы баласының тағдыры мен өзінің жалғыздығына күйініп, араққа салынып, күннен күнге шөгіп бара жатты. Тәні мен жаны күйзеліп, үміті үзілген ана осы жолдан қайтар түрі болмады. Бір жыл бойы арақтан бас көтермеген әйел ақыры жүрек талмасына ұшырап, ауруханаға түсті. Сол кезде мен онымен бір палатада жаттым. Әйелдің ауыртпалықтан жүдеп, мұңлы жүзін көргенде, оның өмірінің қаншалықты қиын болғанын сездім. Есін жиып, әлсіреген дауыспен сөйлей бастағанда, Диана туралы, оның қайда екенін білгісі келетінін айтты. Оның жанарында жан қиналысы мен жалғыздықтың ізі көрінді. Сол күні таныстарым арқылы Диананың жатқан жерін іздестіріп, онымен байланыстың мүмкіндігін қарастырдым. Алайда алған хабарым жанымды ауыртып, ауыр өкінішпен толтырды. Диана осыдан 2 ай бұрын көз жұмған екен. Оның ауыр қайғысы анасының жүрегін жұлып алғандай болды. Мен бұл ауыр шындықты анасына жеткізгенде, ол үнсіз ғана көз жасын төкті. Оның көздерінен бәрі түсінікті еді. Тіршіліктің ащы шындығы енді оған соққы болды. Көздері жұмылып, жан дүниесі босап, өмірден үнсіз қош айтысып, төсегінде мәңгі тыныштыққа бет алды. Екеуінің өмірі дәл осылайша ауыр қайғының шеңберінде аяқталғаны еріксіз жылатты.